Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сатбек қызы. Бүгінгі видеода көпшілік балапандардың сүйікті асы барни тәттілерінің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза табағымызға жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қантымызды, сұйық майымызды және де сүтімізді құйып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Мен бұл жерде ұнның үстіне разрыхлитель салып алдым. Екеуін бірге араластырып, біздің массамызға салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Бір келкі масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Неге осындай масса болуы қажет, қатты қою емес, сұйық емес. Соның кішкене ғана бөлігін алып, үстіне какаомызды қосып, жақсылап араластырамыз. Барнидің осындай силиконовый формасы қажет болады. Бұл кондитерный магазиннен алсаңыздар болады. Соны астын осылай майлап шығамыз. Бұл майлау міндетті емес. Мен барнидің аяғы мен қолы бөлек түсіп қалмас үшін осылай майлап алам алдын ала. Осылай барлығын кондитерлік қапшыққа құйып, форма жасап шығатын боламыз. Және де мен құлағына да осылай қара болсын деп жасап шықтым. Өте әдемі, жақсы үйлесті. Оның үстіне біздің қалған қамырымызды осылай бір келке етіп құйып шығатын боламыз. Неге бізде барниіміз дайын болды, осылай қағып бір тегіс етіп 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Біздің барнилеріміз пісіп шықты, өте жұмсақ, сондай дәмді болып шықты. Және де силиконовый формадан өте оңай ажырайды. Біз астына май жағатын себебіміз қолы, аяғы бір-бірінен бірігіп, жақсы ажырау үшін май жағамыз. Неге барлығын осылай оңай ажыратып аламыз. Және де барнилардың ортасына сгущенка, буренка, болмаса шоколад салып пісірсеңіздер де болады. Мен екіншісіне осылай барлығын құйғаннан кейін ортасына шоколад салып пісірдім. Бұл да өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осылай жасап көрсеңіздер болады. Осылай барлығын құйып алғаннан кейін ортасына ішкі жағына қатты құймайсыздар. Ол жерге шоколад салғаннан кейін ғана үстіне өйстіп видеодағыдай бастыратын боламыз. Мінекей достар, біздің үй жағдайында жасалатын барниіміз дайын болды. Өте дәмді, сондай топ-томпақ болып піскен. Біздің балапандар өте қатты жақсы көреді. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Мінекей ортасы сондай воздушный, өте керемет, сондай жұмсақ болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дүкеннен сатып алғанша үй жағдайында осылай өте оңай жасап алуға болады. Және де менің екінші қайтара пісіргенім, ортасына шоколад салып пісірдім. Бұл да өте керемет, сөзсіз дәмді болып шыққан. Міндетті түрде осылай жасап көрсеңіздер болады. Біздің балапандарға өте қатты ұнады. Сіздермен болған келінка Майра Құлан. Құландық келіннен қандай да бір рецепт күтсеңіздер, комментарийге жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын болам. Және де достар, менің арнама тіркелгеннен кейін колокольчикті міндетті түрде басып қойыңыздар. Келесі видеода Әзербайжан асханасында дайындалатын кутабы деп аталатын дәмді нанның рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде колокольчикті басып қойыңыздар. Сіздермен болған келінка Майра Құлан. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.